Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Жаңа сіздерге көрсеткен болатын инкубатор бойынша. Ана авоскоппен тексерейін десем, менде авоскоп жоқ өзімде. Мен сотканың фонаригімен тексеріп жүргем. Видеоға түсірейін десем, түк көрінбейді. Бір фонарик сатып алып, бір күн сонымен тексеріп көрсетіп, видеоға түсірем енді. Ол жағынан ренжімеңіздер. Одан кейін маған WhatsAppқа бір жігіт шықты Шымкенттен. Әлім ба, ұмытып қалдым. Әлім ба, Әсіл ма? Жалпы ол жігіт базардан барып тауық сатып алыпты. 7 ма, 8 ба тауық сатып келген. Өзінде 30-дай ма тауықтар бар екен. Соның барлығы мұрнынан бірдеңке ағып бөліп жатыр. Бауырым, білесің ба, бұл неден деп маған бір жазып WhatsAppпен. Негізі бұның бұл жерде бір мәселе, негізі ағайын, базардан тауық алмауға тырысыңыздар. Басқа базарларды білмеймін, бірақ именно Шымкенттің базарында чума деген нәрсе бар, чума. Ол базарда ешкім дезинфекция жасамайды біріншіден, ол чума деген ол жерден кетпейді. Және көккене деген өте көп. Оның ең бірінші мәселесі, мысалға сол Шымкентте базарға мен барсам, денемнің барлығы бір бөртіп, бір жаңағы көккене шағып тастайды да. Бір андай бір қотыр адам сияқты болып келем ғой, жаңа базарға барсам. Содан кейін мен Шымкенттің жаңа тауық сататын базарына мүлдем бармаймын. Ол жақта явно чума бар. Бұл бірінші мәселе. Қымбаттау болса да, үйінде өзі ұстайтын, өзі қарайтын бір сондай адамдар тауып, жаңағы ұстап жерін қарап, сондай кісілерден алған дұрыс. Базарда біріншіден перекуптар болады, және жаңағы айтқан чума деген нәрсе бар, тауықтың жауы. Оны бір құтылу деген бір өте қиын. Жарайды, мақұл, енді амал жоқ, ақша аз, базардан алдық делінген күннің өзінде де, ол тауықтарды сіздер кем дегенде 1 ай, максимум 2 айға карантинге кіргізулеріңіз керек. Ол қалай? Өзіңіздің тауықтарыңыздың арасына қоспайсыз, жақындатпау керек мүлдем. Бөлек оқшаулау бір жерге алып барасыз. Бірінші тауықты кіргізгеннен кейін, жаңағы кіргізбес бұрын, жаңағы кішкене жерге хлормен ба, бір обработка жасалу керек. Хлормен, бір сондай нәрсемен жаңағы жерді. Екінші, ветеринарный аптекаға барсаңыздар, тауықтың жаңағыдай өзінің бір себетін спрей болады, спрей. 2200 теңге ма тұрады жобасы, мен ұмытпасам. Жаңа спрейді аласыз да, әр 3 күн сайын үстіне шашып отырасыз. Әр тауықтың үстіне шашып отырасыз. Спреймен жаңағы ненің, тауықтың үстіне. Үстінде көк кенесі бар, басқасы бар, бәлесі бар. Сол жаңағы спрей барлығын алып түседі. Міне, карантинсіз болмайды. Сол үшін естеріңізде болсын. Басқа біреуден, кімнен болсын тауық, балапан әкелсеңіздерде, оқшау жерде, бөлек жерде ұстау керек. Түсініңіздер, ол досыңыздан алыңыз, мейлі басқа біреуден алыңыз, мейлі базардан, мейлі таныстан алыңыз, жаңағыдай бір жақсы адамдардан алыңыз. Бірден келіп өзіңіздің тауықтарыңызға қосуға болмайды. Осыны ұмытпаңыздар. Карантин. Естеріңізден шығармаңыздар. Одан кейін, карантиннен шыққаннан кейін жаңағы жердің өзін жақсылап хлормен жуып, белизнамен жуып, көккене деген нәрсенің өлу қиында. Ол нәрсені бір әкеп алсаңыз, жаңағыдай тауық қораңызға әкеп, тауықтың арасына жайылатын болса, ол бүкіл тауығыңыздан қырып бітеді. Құрбысқа тауық, жақсы тауықтарыңыздан айырып қаласыздар. Түсініңіздер ме? Міне осы. Одан кейінгі мәселе, мен бізде ультрафиолетовый лампа деген бар да, жаңағыдай обезвреживание істеп отырады. Сондай негізі алу керек. Мен қазір бізде Шымкентте өте қымбат екен. Мен Шымкенттен OLX-тен көрдім, ең арзан 45 000 теңге екен. Оны бір Алматыдан барып, Алматының жаңағы Елям ба, сол базарларынан барып, жақсылап бір 10 000, 15 000 теңге табуға болады деп ойлаймын. Ультрафиолет деген өте керек нәрсе. Ол обезвреживание істеп жаңағыдай жібереді. Мұны мен айтып мен осы Кучинканың жұмыртқаларын алдырған кезде Москвадан, жаңағы Москвадағы
апай в общем ода бар екен да, сол кісі кішкене кеңес берді. Осыны ал, бұл деген онша-мұнша аурулар келтірмейді, обезвреживание істеп отырады, жалпы негізі керек зат екен, ұмытпаңыздар. Ультрафиолет обезвреживание вредных бактерий деп аталады екен. Міне айтқым келген осы. Сол үшін бірінші мәселе, тауық кімнен алсақ та карантинге қоямыз, 1 ай, максимум 2 айға. Бұны ұмытпаңыздар. Одан кейін спрейді әкеп шашуды ұмытпаңыздар. Және сол тұрған тауықтың қораның айналасын бәрін обработка жасаңыздар. Міне, ең басты мәселе осылар, ағайын. Ал құстарыңыз ауырмасын, тек қана алға сәттілік, алға дами берейік, шаруашылықтарыңыз дами берсін. Алла тағала тіл көзден сақтасын. Бір мықты бір идеяларыңыз болса, мен номерім қалып тұр, описаниясын бәрінде. Хабарласыңыздар, WhatsApp-пен шығыңыздар, айтыңыздар. Менде де минустар болуы мүмкін. Жалпы негізі осы Құдай қаласа мақсат бұл жерде бір осындай бір-біріміздің қателіктерімізді қайталамай, бір басқан қателікті баспау ол үшінші менің мақсатым. Сол үшін қандай қателіктер бастыңыздар, қандай қателіктер болды, ойламаған жерден, мүмкін жиі кездесе бермейтін қателіктер бар шығар. Міне, соның барлығын болса комментарийға жазыңыздар, WhatsApp-қа шығыңыздар, айтыңыздар. Мен де халыққа айтайын, өзіміз сияқты енді бастап атқандар бар, соларға да бір сабақ болсын. Түсініңіздер ме? Әзірге менде осы, бар жаңалығым осы болатын ағайын. Тек қана сәттілік, тек қана алға жылжиық ағайын. Құратқаннан ештеңе болмайды. Бірдеңе қимылдап әрекет жасасақ, Алла тағала несібемізді берер соған орай. Ал, бауырларым, тек қана сіздерге сәттілік тілеймін. Кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, тек жақсылық болсын.